Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге үйдің тараканынан қалай құтылуға болатын жолын көрсетемін. Осы бізге жұмыртқа керек, жұмыртқаның сарысы керек, және оны пісіріп алып осылай майдалау керек, ұсақтау керек. Және бізге мынандай борный кислота қажет болады. Бұны аптекада, дәріханаларда сатады. Дәріханаларда қазір бірақ сатпайды. Мен бұны OLX-тан алдым. Осындай 100 граммы 700 теңге болды. Аптекаларда 10 граммы 300 теңге ма сондай болған. Қазір біз оны былай жасаймыз. Осыған мынаның 10 граммын 2 жұмыртқаға араластырамыз. Так, біз мынау немізді мұнда салайық. Неке жұмыртқамыз салдық. Енді біз бұған борный кислота саламыз. Мен мына кішкентай қасықпен бір қасық салсаңыздар болады. Араластырып болдық. Енді біз осымен неміз дайын. Осыны біз үйдің әр жеріне, тарақандар жүретін жерлерге қойып қоямыз. Әр жерге, үйдің әр жеріне қойып қоямыз. Жегенде олар осыны 2-3 күнде жеп бітіру керек. 3-4 күннен кейін 3-4 күннен кейін біз оны жинап тастаймыз. Немесе былай кішкентай шариктар істеуге болады. Осылай. Осымен біз ас үйдің тарақандарын улаймыз.